Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ 18-ші сабақ. Мен досыма сенемін. Әтеш пен тоты құс ертегі. Ертеде аң мен құстардың ішіндегі ең әдемісі, ең көрікті сымбаттысы Әтеш болыпты. Ол өте тәкаппар екен, өзінше екен. Бірде-бір құспен немесе аңмен сөйлеспейді екен. Оның тек жалғыз досы болыпты, ол тоты құс екен. Бір күні тоты құс келеді. «Қалайсың, досым?» дейді. «Жақсы, не керек саған, тоты құс?» «Досым, мен бүгін қонаққа бармақшы едім, бірақ менің әдемі киімім жоқ. Маған үстіңдегі әдемі киіміңді бір күнге бере тұршы, өтінемін» дейді. «Жарайды, тек абайлап ки, бірақ уақытында әкеліп бер» дейді. Тоты құс қуанып, киімін киіп алып, қонаққа қарай ұша жөнеледі. «Досым, егер мен кешіксем, дауыстап шақыр, ал келмей жатсам, тағы да шақыр, мен даусыңды естимін» дейді. Кеш батады, тоты құс жоқ. Әтеш қатты уайымдайды. «Тоты құс, қайдасың? Киімімді қайтар» дейді. Бірақ тоты құстан хабар болмайды. Содан бері Әтеш тоты құс киіп кеткен әдемі киімін әлі күнге дейін іздеп жүр екен. Таң атқаннан кеш батқанға дейін айқайлап тоты құсты шақыра береді. Оқушылар, бұл ертегіден қандай ой түйдіңіздер? Досқа адал болу керек. Достар бір-бірін алдамау керек. Солай Әтеш пен тоты құстың арасындағы достық жойылған екен. Егер сенің киіміңді біреу алып кетіп бермей қойса, не істер едің? Комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Келесі сабақ кездескенше сау болыңыздар.